Сәлем, мен Кинохан, және сіздерге басты рөлдердің бірінде Конор Макгрегор ойнайтын «Дом у дороги» фильмін айтып беремін. Фильм Картердің заңсыз төбелеске қатысып жатқан жерінен басталады. Оны Фрэнки есімді қыз іздейді. Осы кезде клубқа тағы бір жауынгер келеді. Оның аты Далтон, және ол осы клубтың ең жақсы жауынгері болғысы келеді. Картер бұл адамның кім екенін біледі, сондықтан ол төбелесуден бас тартады. Ал Далтон болса төбелеспей ұтқан ақшасын алып шығып кетеді. Көшеде $500 ұтылған ер адам оның артынан келіп, ол Далтонды пышақпен ұрады, бірақ оны суырып ала алмай қашып кетеді. Жараны емдеп жатқанда Фрэнки Далтонға келіп жұмыс істеуді ұсынады, бірақ Далтон бас тартады. Кетпес бұрын Фрэнки оған егер шешіміңді өзгертетін болсаң деп өз нөмірін қалдырады. Далтон өз өмірінен шаршайды, сондықтан ол темір жолға тоқтап, бірақ соңғы сәтте ол өз ойын өзгертіп аман қалады. Оның басына бәрін басынан бастау туралы ой келеді, және ол үшін Фрэнкиге жұмыс жасауға барады. Аялдамада оны Чарли есімді қыз кездестіреді. Ол кітап дүкенінде жұмыс істейді. Кітапхананың егесі Стивен ол Далтонға іздеген барды табуға көмектеседі. Ол бірінші кезекте бір шынайы кофе сатып алып, содан соң бармендермен танысады. Әр кеш сайын барға көп адам келеді. Олардың арасында келіспеушіліктер болып төбелес басталады, бірақ бармен Билли бәрін тыныштандырады. 1-2 сағаттан кейін барға байкерлер тобы кіреді. Олардың басшылары Дэл бұл жерде өте тыныш болғанын ұнатпайды, және ол заттарды лақтырып сындырады. Олар қонақтарды таратып қыздарға тиісе бастайды. Билли көмекке жүгіріп келеді, бірақ ол көшбасшыға ұнамайды. Далтон бұзақыларды сыртқа шығарып, медициналық сақтандыру олардың сынған тістерін төлей ала ма деп сұрайды. Дэл күле бастайды, және бірден шапалақ жейді. Олар Далтонды ұрып соғуға тырысады, бірақ өздері әбден таяқ жейді. Байкерлердің шансы болмады, бірақ Далтон мейірімді жігіт және байкерлерді ауруханаға апарады. Медбике Элли Далтонның ашық жарақатын байқап, оған көмек ұсынады. Осыған байланысты ол ауруханада біраз уақыт болады, ал сыртта біреулер оны аңди бастайды. Барға оралғаннан кейін Фрэнки өзінің алғашқы жалақысын береді. Ол оның тұратын жері жоқ екенін түсінеді, және оған қайықта тұруды ұсынады. Қажет емес нәрселерді тастап, Далтон әйгілі UFC жауынгері болған өмірін есіне түсіре бастайды. Бірақ оның ұйқысын буфетші Лаура бұзады. Оның айтуынша, оларда қорғаушылар көп болған, және Далтон басқаларына қарағанда мұнда ұзақ қалады деп үміттенеді. Таңғы астан кейін компьютер бар ма екен деп кітап дүкеніне келеді. Жақын маңдағы дүкенде төбелес басталып, бойжеткен байкерлерді қуып жібермек болады. Олардың әңгімесін Далтон байқап қалады, және ол Чарлиге көмектесуге барады. Байкерлер бірден қорқып кетіп қалады. Сәлден кейін ол барға оралады. Жергілікті тұрғындардың барлығы оны қайдан танитынын сұрайды. Фрэнки бұл жерде өте тез таралады дейді. Барлық байкерлер Бен үшін жұмыс істейді. Ол Фрэнктің бизнесін жапқысы келеді, және оның бандасының тек бір адамнан таяқ жегені ұнамайды. Осы уақытта Далтон Биллге пышақ ұстаған адамдарға қарсы төбелестің қандай болатынын көрсетеді, және олар Далтонмен бірге бұзақыларды қуып жібереді. Далтон барлық бос уақытын физикалық дайындыққа арнайды, және ол Рифпен танысады. Ол Биллиге бұзақыларды қуып жіберуге көмектескен. Далтон жұдырығындағы жараларды байқайды. Риф бокспен айналысатынын айтады. Қазір бар Далтонның бақылауында. Ер адам бөтелкені ұрлауға тырысады, бірақ Далтон бұлай істеу дұрыс еместігін айтып, үйіне баруын сұрайды. Көшеде байкерлер тобын байқайды. Олар жақында оған қайтадан оралатындығын айтады. Таң атады, Далтон кездейсоқ Эллиді кездіреді. Ол мұндағылардың неге сонша агрессивті екенін сұрайды. Олардың адалдықты бағалайтынын айтады. Тіпті полицияда қажет кезде көмектесе алмайды. Ең бастысы жаман адамдардың жолына тұрмау керек, әйтпесе олар Далтонды өлтіруі мүмкін дейді. Кетер алдында Далтон Эллиге комплимент айтады. Жұмыстан кейін Лаура Далтонды үйіне жеткізіп тастайын дейді. Бірақ ол бас тартады. Жол бойымен келе жатып, олар оны өлтірмек болады, бірақ ол аман қалады. Дэл бұдан Далтон өлмейді деп күдіктеніп үйіне кіреді. Далтон олардың неге оны өлтірмек болғанын түсінгісі келеді. Дэл оның дым қатысы жоқ, бұның барлығы бар үшін дейді. Осы сәтті пайдаланып, Далтон Дэлге шабуыл жасап, суға лақтырып жібереді. Кенеттен қолтырауын пайда болып, Дэлді тістеп өлтіреді. Ертеңіне Далтон олардың неліктен барды иемденгісі келетінін түсінуге тырысады, бірақ оған көшеде тағы бір қарақшы шабуылдайды. Далтон бастығының атын біледі, ал егер онымен сөйлескісі келсе, оған өзі келу керек дейді. Бен какойта қорғаушының оның барлық жоспарларын бұзып жатқанына ашуланады. Әкесі Беннің ештеңе істей алмайтынын түсініп, Нокстың көмегіне жүгінеді. Нокс өзіне жаңа киім таңдап жүрген болатын. Далтон мен Элли яхтамен қыдырып, Элли өзінің сүйікті жерін көрсеткісі келеді. Ол су астына жасырылған кішкене арал болатын.
Ол Беннің осы қаланың көп бөлігін тұрғызған бұрыннан келе жатқан әулеттен екенін айтады. Элли Далтонның өмірі туралы сұрай бастайды. Ол оны айтқанды ұнатпайды және кеткісі келеді. Далтон Эллиге жақсы адамсың дейді, бірақ оған онымен жақынырақ танысудың қажеті жоқ. Алайда Элли Далтонды қалай тыныштандыру керектігін біледі. Нокс қалаға келіп, байкерлер тобымен танысады. Сәлден кейін Бен келеді. Нокс бірден әкесінің сәлемдемесін береді. Бен оған тағы бір мүмкіндік беруін сұрайды. Егер ол тағы да сәтсіз болса, Нокс бүкіл барды өртеп жіберуі мүмкін. Далтонды полиция тоқтатып, шерифке апарады. Ол Далтонның қаладан кеткенін қалайды. Бас тартса, полиция бөлімшесіне апарып, сол жерде өлтіреміз дейді. Бірақ Элли көмекке келіп, шерифті шапалақпен бір ұрады. Ол оның әкесі. Элли оның әкесі де Беннің отбасында жұмыс істейтінін айтады. Ондағы ең маңызды адам ол Джеральд дейді. Ол есірткі сатқан, бірақ оны түрмеге отырғызған. Ол шерифтің қазір Бенге жұмыс істейтініне сенімді. Элли Далтонның өлгенін қаламайды және оның кетуін сұрайды. Осы кезде қарақшылар кітап дүкенін қиратпақшы. Кешке Бен Далтонмен жеке кездесу үшін барға келеді. Ол Далтонның досымен төбелесіп, оны абайсызда өлтіріп қойған видеосын көрсетеді. Бен келісімге келе алмайды, сосын ол Нокстан барды жоюды сұрайды. Далтон қарақшыларды бірден байқайды. Билли мен Риф оны тоқтатуға тырысады, бірақ Нокс оларды битамен ұрады. Содан кейін ол Далтон деп айқайлайды. Ол бірден Далтонды өлтіру үшін жалдағанын айтады. Бірақ ол битаны қолданбайды, екі қолымен ақ шаруаны тындырады. Олардың арасында төбелес басталады. Далтон соққылардан жалтаруға тырысады, бірақ Нокс ауырғанды сезбейді және құтырған ит сияқты шабуылдайды. Далтонның өзін өзі ұстауға тырысқанына Нокс сенімді болды. Оларды келе жатқан полиция тоқтатады. Далтон қаладан кету үшін заттарын жинайды. Фрэнки олардың оны қалай қорқытқанын түсінбейді. Аялдамада қираған кітап дүкенін байқап, қыз бен оның әкесіне не болғанын сұрайды. Өрт сөндірушілер олардың ауруханаға жеткізілгенін айтады. Далтон енді қашқысы келмейді. Керісінше байкерлер тобының үйіне өзі келеді. Далтон Нокс пен оның бандысынан емес, оларға не істей алатынынан қорықты. Ол бандитті соққымен өлтіреді, ал аман қалу үшін екіншісі Далтонға Бенді қайдан табуға болатынын айтады. Таң атқанда ол полицейлердің жәшіктерді түсіріп жатқанын байқайды. Қолайлы сәтті күткен Далтон шерифтің көмекшісін ұрып құлатады да қорапты ашады. Қорап ақшаға толы болады. Далтон офицердің мылтығын алып, байкерді атып тастайды. Біраз уақыттан кейін шериф оған келіп, ақшасын қайтаруды сұрайды. Оның қызын Беннің адамдары алып кетті. Олар ақшаны әкелмейінше оны қайтармайды. Далтонда келісуден басқа амал қалмайды. Нокс байкерлердің үйіне қайтып келеді және бәрінің қайда кеткенін түсінбейді. Далтон Эллиді көрсетпейінше ақшаны бергісі келмейді, бірақ олардың келіссөздерін Нокс бөледі. Далтон түймені басқанда оның яхтасы жарылып кетеді. Дүрбелең басталып, Далтон Эллиді іздеуге жүгіреді. Шыны сынып, Элли су бетіне жүзіп шығады. Бен оны байқап қалып, яхтаға отырғызады. Нокс Далтонды өлтірмекші болады, бірақ ол арқаннан ұстап қайыққа мінеді. Содан кейін Ноксты суға лақтырады. Бенді басып озып яхтасына секіріп мінеді. Элли Далтонға суға секір дейді. Содан кейін Бен мінген яхта жағаға ұшып кетеді. Осы кезде Нокс көпірге де жүзіп жетеді. Барды тексергеннен кейін Далтон Бенді көреді. Ол оны гарпунмен өлтірмек болады. Кенеттен Нокс ғимаратқа көлігімен қиратып кіреді. Екеуінің арасында реванш басталады. Бұл жолы Далтон тайсалмай, бірқатар күшті соққылармен ұрады. Далтон шаршағанда кейіп танытып, Нокстың қателескен кезінде оны ұстап алып, буындырып өлтірмекші болады. Бірақ Нокс шығып үшкір таяқ ұстап алып, Далтонды ауыр жарақаттайды. Бен өз жұмысыңды орында деп бұйрық бере бастайды, ал ашуланған Нокс Бенді өлтіреді. Далтон өзінің соңғы күшімен таяқты суырып алып, Ноксты о дүниеге аттандырады. Шериф келіп, Далтонның артын жабуға уәде береді. Кетер алдында ол Чарлимен сөйлеседі, ал әкесі ақшаға толы сөмке тауып алады. Бірақ олардың қайдан келгенін сұрауға үлгере алмай қалады. Фильм осы жерден аяқталады. Фильм жайлы пікіріңізді жаза кетіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.